Жакшылар эфирде Алтай Республиканын солундары, студияда Тамара Якова. Бүгүнүн төстө түрлери. Менің қожыш деген кейіндер бүгін 3 кеже іштен чыга берген. ПТПда ур күчтер улалган чайымды улус кичи үзүле жаан үзү айлардын иштиалын албаган. Карабаты коркуп жат, жаш балдар короп жат, ачуу аштан, отуунан бошоп жат. Бала канды жерине жууры, бусуракты дергебистин удурумга жааны, жаан жаш төрөкөндөр, жайзаңдар, пиллер улус жолугуп шүүштү. 2 неделя тренироваться еткенбиз бурду, Кышмада тренер алгызуу. Спорттың олимпий бүдүмүле Сибир, Урал, Ирак, Күнчыгышта эң артык болорго. Горно-Алтайда Россиянын дзюдо чемпионатына талдаштуу маргандар өттү. Горно-Алтайда майма аймакта мүндүргө алдырткан улуска кандай болуш болор? Бу сурак тергебистин башкаруусунда КЧСтин жөнүндө шүжүлгөн. Онда айдалганыла бүгүнгү күндө жетирилген чыгымдын бир канчасын бөктөргө аргаларда болган. Озола баштап льготалык категорияга кирип тургандарга. Таханын темиртказы кирелүү мүндүр көп толуу тураларды тың сохон, жабынтыларды, көзнөктөрдү солорго 6 миллион акча керек деп жунда айдылды. Найдох ветерандарга, пенсионерлерге болжарга аргаларда болган. Тургуз өйдө документтер белетелет. Олар федерал төстерде жөптөлгөн соңунда керектүү акчалар Алтай Республикага келип баштар. Эм тургуз адезе үрөдүлүү жылды өйүндө эле тутак жок баштарга республикан бюджеттен аргалар чыгарылар. Тюкле Горно-Алтайдагы 3-чү дамалуу гимназияда 8 көзнөк одулган. Мынайды мүндүргө сабаткан объекттер 14 толуу. 9 кире көп катураларга ала жердеги айыл журтка чыгымдар база жан эдилген. Александр Берниковдун демдектеген эле Озола баштап аялгазы эң курч турган улуска болуш болор. Анайдок КЧСтин жөнүндө дергебистин одуру өйгө белени көрүлген. Тураларды жылуула жеткилдери сыгынайдын 15 күнүнөн ала башталар учурлум. Тегүнүн айыла колбой кезик жерлерде одурыш эртеледе болор. Республикабыздын удурумга жанынын айтканыла белетенүштүү иш Озолондура план айынча өткөрүлүп турганынан газга көчкөндөн калганчы жылдарда бу суракла жаан ур күчтер болбогон. Тургуз өйдө жылфондун 90%, котельнийлердин 87%, суу өткүчтердин 86% дузаланышка белен. Таш көмүрдүн 68% экелилген. Сыгынайдын 15 күнүнө жетире бу көргүзүү тоолоо болор. Ур күчтер жаңса тура чахлаган озунда бар. Ондо мазут тартарыла сурактар болду. Олорду боюнун ажарысына дергебистин удурумга жааны алып керектүү болсо бюджеттен болуш жетирилерин демектеген. Көп улуска иш жалды өлөлбөйт. Мындай курчла өңзүрө сурак бүгүн Автотранс төзөмөлдө турат. Бу керек айынча Горно-Алтайдын прокуратурасы каланын жаргызына 32 угузу аткарган. Бүгүнгү күндө олордун 14-ү эле көрүлгөн. Айылгал элбеде эчиде көрүлменен таныжыгар. 2 ай кайра Горно-Алтайдын ПТП деп төзөмөлүн бөктөр деп чочуду турган эди. 4 жылдагы баштан ашкан төлү. Же бүгүнгү күндө керектин айыл там солунбады. Көк айдын төлүзү жабылган да болсо же кичи үзүлө жан үзү айлар үчүн улус акчасын эмдиги жетире албаган. Берилген 8 сааттын ордуна 3 саат иш, ого üzeri 30%ге аз иш жал. Комай аялгадан жедимди чыгарга ПТП төзөмөлдүн жанына мындай некелтелер тургузган эди. Же оныла кемди жүпсүнбеген. Онойдогу автобустарды тискинчилерге арендага берер деп сурак база көрүлген эди. Олдушта олар ончо чыгымды сүркүшле диспетчердин иштиалын каланды бою төлөр учурлуу болор. Же бу да эпсүмени кемди жаратпады. Бүгүн 19 автобустун жүкле 300 улус тартат. Артканы гараждарда. Айдарда көп улуска иштен боюнун күйүнү эле барарга да келишкен. Менің қожыш деген кейіндер бүгін 3 кеже іштен чыга берген. Оның андай аялғада бололы 5-6 водитель ашт қалған, 8 кіре кондуктор ашт қалған. Ол 8 кеженің 2 кеже больничныйда отыршат, 2 кеже емде десе автобустарды іштеп линияда аштқаны отпускада. Ол 19 автобустан аштқан 16 автобус онойлы гаражда турчат. Чөкөгөн улус болушка каланын прокуратурасына баштанган. Бу керек айынча Горно-Алтайдын жаргызына 32 угузу аткарылган. Бүгүнгү күндө олордун жүкле 14 көрүнүп, судебный приставтарга табыштырылды. 2014 жылдын жан үзүү айында каланын прокурору бул өмөлүктүн директоруна административный каршы өткөн үчүн Российской Федерациянын кодексыла 5.27 земенин баштапкы бөлүгү керек ачкан. 2014 жылда жан үзүү айдын 25 күнүндө каланын инспектору Автотранс Горно-Алтай деп обществонун директору бурулуу болгону жарталды. Ого 4000 салковый административный штраф салынган. Бүгүнгү күндө ПТП төзөмөлдөгү аялга прокуратуранын төс ажарысында. Ол айынча шүртүү иштер мынаңар улалар же улус тартар жөнүндө автобустардын кончузу качан жүрүп баштар, көйдө жарты жок. Караксмындусова, Эжерудуков, Роман Каланов, Сондар.
Республика дианының ижин удырымға бүдіретші Александр Берников бала қағанды диандырарының сұрағын Алтай қалықтың диан жашты өрекөндерілі жайзаңдарылы билер улусла диолығы пшүшті. Тұрғызайды дергебісті отшы баланы диандырарына қол салыштар дюры улалғанша 16 мыңнан көп үндер қаладалы аймақтарда диолған. Бұл ұштажыға республика аймақтарынан тоғым жылу ақсағалдар, сөйектердің жайзаңдары, билер улусла ұзақ жылдарға башқара ачы іштерді іштеген жажы диан өрекөндер жуылды. Епші улус мынды қуычында елбеде тұрышпағаны сүрлі көрінеді. Туштажы бажында терге дианның ижін удырымға бүдіретші Александр Берников Алтай республикадағы жон жүріндіклі экономикалық аялға керегенде толы қуычындады. Көп саба сөз айтқандар байлучулы тамытының түйгісіне қайра бұрылып, 20 жыл кіресін Новосибирде білімшілерді тартыжып, арт ұшында төс қаладағы музейге екірген үшін башқаруға культура министерствоға жандырар күйінің жана бой жүрген ұлысқа бұянын аштылар. Сіздердің әрешіктері енегердің мөңгісін мұнай текші ұлыс көрізіне салғанын қанай өзік бұрарла чыдашып жүрер деген сұрақты ачығынша тұрғысылар. Жолғандардың текші көрімі бірлік болғаны еле болды. Мен ботасам бұл кішінің сөйігін өшті қайра апарып салар еріп. О апар салса, қошты ұшчырлы онда көп ұлыс апар салар. Оның нарлы көлбес оның. Анда оның қайышчағы болған, анда оның кеп киімі болған, оның қайда бағышы салған, қайда салдалы. Оның сал көйір, өшті қорымда көйір. Үкік жерінен шыққан бала қағанды көпсіва ұлыс ереншеге деп жүрегіне жуық тартынып, жер Алтайдың қатыланып тұрғанын бүгінгі оның айылғасында қол боқтырулар. Ойты жеріне жетіргені, оншосын тоқынадар еді деп жаңандар айды жат. Жоғысауғы жанында болса ғам ұлыс тұрып бесаны тақып істеп, айды башқарып, әнің түсіп көтіштірін үйді одақ жадым. Қайра жандырар өй келсе жебірінтікті келген чүм жаңжолар сайынша бала қағаның мүнгізін көйдіріп жуыры керегенде бұ тұштажыда базайдыштылар. Мұнда оның кеп киімін жазары, жуыза ойта қорымдар ба қанайдарын үзе білер ұлыс көрімдеп ұрымда пайдар ұшырды. Бұл сүрен чүмделі бай чүзі жан, текші елжонды керек боларында алаңызы жоқ. Tegildir kürüm sanırsa, ne onu aparıp toxunarıp tartılsa, albatta toxunar. Onu taksan yerinden ayırıp aparıp temizlikte yokta aparanı görmekteler. Tekşi juğulğanдар күн санағасын көрері болса, көп жандай мүнгісін үкіге жетірер деген шүйілтелі көп болтыр. Тың ұдатпай жандырғаны, чамчығып жатқан алтайлар жүқтін тоқынадар, өлім жидімнің ежігі бөктеліп, келерлікке жол açılar еді. Қаған баланы onu aparar özetti. Bu 20 жылға çaktırabız, milletimiz aralbatı korkutacak, yaşmadan korkutacak, açı açtan, otuğundan boşapacak, bir attan boşapacak. Bu otaydan ayalğası oştuğa turkandı. Bu sıraқты терге жанының ежін ұдырымға бүдіретші Александр Берников жемеп тұрғаны жарт болды. Текші қалы күйінін біз башқарачы жан ажаруға алар сөйлеп ол ашты. Мынды шүйіжіге шығарған бұл баштапқонды көрелей қошын ежемділі көрінді. Мұнаңары қаймығы там елбеп, қалықтың амадызы бүдерінде алаңызы жоқ. Бейік еш жалаларға дергебістің елдеуіні түндіке барат. Якутия, Ханты-Мансийск, Сахалинлі, Камчатқа қажызындалы аялға башқа кемде тянгірілтелі жанат кемде дөгінде дед. Елбеде әчіде көрілмем. Бейік іштел баштан ашқан дөйлерден мен мойынға чыққан кредиттерден құчын жоқтан жайымдар. Бүгінгі күнде қажылы күнзеген кежі ороның түндік далазынан еш бейдіреп темзені парарар қалым. Диолардың қажысынала бедері чочы долу. Айына бежен алтан мұң еште ал көп ұлысты телбіркедет. Жөштерде еш жоқ болғаны дөш жылтақ. Қалғанчы 5 жылын тұрғына ұлыс бүткіл білезілі түндік жар көчкені ұчыралдар демдектелет. Диолардың айтқанылы профессионал үрейді бар болғаны база жан ұчырылым. Аншадала метішчілер, үредүүчілер, дискенчілер түндікте сұруда. Демен неге Чукотск автономный округта демен келгеніме бірде жамандан бері. Медиктарға, үрешілерге, конечно, ішке кірерге проще мында. Балық арчыры ғатуға бір тудым іштерде тұру жары бүгінгі күнде түндік Камчатка, Сахалин олымесе Якут, Чукоткада еңлі елбеде жайылған іштердің бір өзі. Кадрлар бедіреген агентсталар көп сабазын боламдыла ұлысты бойына дартат. Кемінен бейік іштал дөлеріс деп молжонат. Петропавловск Камчатскийдің екінші жыл келіп жадым. Былтыр Барнаулдың трудовой компаниясы жыра келген, бүгіндескен. Алтан мұң бір айда төлер условиялер жақшы деп айтқан, кепіргелерісте мында балық арчыр жаман заводқа екелген.
Сүкле ойто кайра жанар акчаны иштеп алганбыз. Акча иштеп аларга күнзегендер барып жаткан жерде жөптөжү тургузган компания чын барбы жокпу чогумдап көрөр керек. Арга барбаса телефон ажыры олорла колбутудар. Ол эмесе дөгүндөтпеске окулуу службага баштанар керек. Жан компаниялардын устары Камчаткадан, Сахалиндан келгилейле ондай улусту жууп житерди же олар көп жит улустарда жөптөжү тургузуп ондай иштерге баргалап жатты. Же биз окулуу аткарбай турабыз, же биз ол келген ондай компаниялар десе көрүп, ол Сахалин ол эмесе үскө жердеңсе ол биздин ондай төс иш бедирип турган организация жолугала мындай чын организация барбы, мындай улустар устугунде безин деп олу көрүп жатырбыз. Жылдан жылга биздин автобуста бул мындай баштан кайдан чөкөгөндөр эле мекелеткендердин доозу көптөйт. Онун үчүн Ажарынхай жүрөгер. Алтынай Кушкулин, Арсентий Язаров, Эжер Удуков, Солундар. Россияның патриоттору де политикалық партияның башчысы Геннадий Семигин ишмекчи жол жорығылы біздің республикаға келіп жүрді. Мында ол республикан емчіліктің эл музейдің Спартак стадионның ижіле танышып, тергебістің башчысының ижін удырма бүречі Александр Берниковла тушташты. Элбеде Лора Тайлунова. Тергебістің башчысы патриоты Россияның жааны туштажып, терістің социально-экономикалық өзімі керегенде қуучын өткірді. Республиканың қалғанчы жылдарда жаранып, өзіп чыққанын, анчадала тура туш жерден келген улус ажарадылар. Геннадий Семигиннің демдектеген еле, республикада емді де едеттен іштер көп. Біздің патриоты Россияның жааны Семигин Геннадий Юрьевич бүгін біздің башчыбызла Александр Берников туштажып, республикан келер үйін күшінашлаған. Мен санансам республика керектер етілі қалам олза. Жетпен керектер, базар оның көп. Школдарды жазар керек, артқан түскіре. Тергелік партийный күрені Геннадий Семигин жууп, бүгінгі олардың алдына тұрғызылған амадуларды жартады. Озола баштап, ел құрылтайға өдөр керек. Екіншіде үн беречілерлі текші туштажып, Россияның патриоторының амадуларыла таныштырары. Олар текші Россия içinde оғылы 5-ші жерде тұрат. Парламенттің партиясына өдөргө озола баштап, жаан іштерде региондорда өдөр ұшырлу. Албаты оларды танып, билип тұрсын деп, жер бойының депутаттарына өдіп, жарамықты іш өткірер керек. Мұндай амадула біздің дедерге біздің парламентіне өдөргө амадап, талдаштарда тұружат. Біздің партияның задачасы бұл Дулалтайда республикада госсобрание құрылтайға өдіп, онда бұл біздің партияны керектер, улустың жаадын жүрімен, оның янынан ғана өткірерін. Ол кече жазаблайт көйт, не деп. Мұнай өзім болған республикада, тем онаңар өсеріге бізде қандайдар өске жаңа алтамдар еділер керекті. Ол алтамдарды едетен улус, емді келетін депутаттарла республиканың главасы болыр керекемедірір. Онойдоқ республиканың елбек жетүрлер лидер парғаларының журналистеріне елбек пресс-конференция берілді. Патриоты Россияның жаны Геннадий Семигин озола баштап, партия керегенде қучындады. Қандай амадулар тұрғызып тұрған региондорлы қана іштеп тұрғаны керегенде сұрақтарға қарулар берді. Біздің журналистерді соныр қатқан сұрақтардың тоғызында Украина, аш құрсақтың эмбаргазы, арақы садарыла оның дөйскі болды. Лора Тайлунова, Андрей Перленский, Эжер Удуков, Солундар. Қадын бажы чақпындалған сулар туманға алдыртқан туылар. Тулуалтайысла Қазақстанның сыраңайлы кран қойызындағы арбүткеннің қолғазыны. Пудяраштарла аңылы көрінен таныжар арға бар. Қадындағы биосферный заповедниктің ішчелері бойының ұзақ өйгі дюған іштерін Анохинның адыладалған музейге келіп тұрғысқандар. Олорлы анайдоқ Айғанат Бұрмалов танышты. Бұдел ғадының биосферный заповедниклы Қазақстанда қатуын қарағайыр бүткендік ел парктың надилық іштегеніне 10 жыл. Оны керелеп, солын таныштырула ұтқылды сөстер. Көруде фотожырықтардың елестерін ажарып көрерге жулғандардың ұштады, жағандар да жаштарда бар. Екі орының ұштызында қыран ғыю бар да бозы, жар бүткенде қыран жоқ деп Ана Майманова жаштайды. Ар бүткен десе ол бастыра пирлік, оның үшін десе бастыра біздің ердің үстінде албаты оны айлар керек. Ар бүткенде кешедегіз, қорылазағыз, ажараңқай болып, амадап жүрдегіз, біздің келер үйелерге де жақшы болыр. Көріде тұрғызған фотожұрықтарда кежі баспастерлер, қадын соның бажы, 3 сүмердің мүнкілері, Беркут ауылдың туылары, заповедниктегі тұндуларла деген өзікті өспес чешектер. Көрушілердің айтқанала біздің алтайды көйдіріп, жаш өскірі марбүткенді байлап, аңғожын чеберлерін үредерге фото көру сүрекей керекті еш. Жаштан алла жаш өскірімді десе, бойының алтайын көйдіріп, бойының алтайын кешеп, бойының алтайының жарашын, байлығын, бастырасын біліп тұрған жаң чүмін оншы бастыра білерге жарар. Бұл выставкада көргізіліп жат, аңғошын шеберлерін, оной тоқтеза ағаш ташын байларын.
Биздин республикада 25% ажыра жер жан корууда. Олордун ортосунда Сайлугемнин эл паркы, Дергебистин Арбүткенин керестери. Кадынын биосферин заповеднигиле Катун Карагай Арбүткендик эл парктын фото көрүүсү Сыгын айдын 15 күнүнө жетирештер. Алтынай Кушкулина, Айканат Бурмалов, Андрей Приленский, Солундар. Горналта искеки күнің дұрқына Сибирдің спортчыларын дюды тиет спартақчы деп залда дзюдолы ерлі үйілістің бастыра Россиялық марғандары өткен. Теңі үшін тұржаачылар қызу тартыштылар. Баштапқы дерге чықандар емде Россияның чемпионатында тұржар арға алған. Татамиде изудартыжу, көклі ақ кимоно кийген бөкөлөр бой-бойын ченеп отқалапты дудужат. Марғандар өйінде ченемелді спортчылар яраш күрежіле сонырқадат. Олар дзюдоның жүзін башқа епарғаларын ласюмелерін тузаланды. Мен бойымда провертеп келген пусинайын. Эки неделя тренироваться еткенбіз көрді. Кушмада тренер алғызы, и балдар алғызы. Пусинайында белденгенс, темнай про өте дергенсен. Біздің команданың көп ұлдар көрішет. Каждый бескелерде қаншыталан 2-3 күшінен представляет. Марғандар Оронның 11 дергейсінен күстен ажыра спортчыларла жарғычылар жуған. Мұнда жаңы Сибирдің командалары емес, онойдығы Құралданла Ирақ күнчылыштан база келген. Дзюдо ол спорттың олимпий бүдімі. Айдарда мұнда тартыжуларда бейік кемінде өдөт. Бұл марғандар Россияға талдаштыр болтырын. Жан ұлыстың соревнованиясы. Бұл соревнования уже Сибирский федеральный округ келген. Еще Владивостоктан келген. Уралдан бірлі команда келген. Бұл марғандардың жеңушілері Сыгын айда Ханты-Мансийск қалада өтөтөн Россияның чемпионатында durjar. Оның некілтелері бийик. Командалар ортада ең артық болып Новосибирский областың спортчылары чықты. Біздің жерлештері стаңынан база қайралдатқан. Оноип Олег Курин, Иван Сариковлы, Сергей Адыкаев күлер медальдар ала соққан. Айвар Яманчеряев 2-ші жерге шыққан. Қыстар ортада Яна Игнатова 3-ші жерде болзы, Анна Исатова жеңушіл болып шықты. Айғанат Бурмалов, Байрам Алушкин, Солундар. Мында Солундар сыңы еучына детті, ечіде детірлік берілтелі 20 төнде танышығар. Яқшы болсын.